Сіздермен алдарыңызда өсіп келе жатырмын, Аллаға шүкір. Мен жалпы негізі әркім әртүрлі айтып жатады. Біз қазір, мен қазір басым операция жасағасын ба, негізі біз қазір жалғыз мен емес, бір память деген. Қазір бәріміздің көбіміздің память жоқ. Бұрынғыдай емес. Бұрын үлкен кісілерге әңгімелесіп отырсаң, әжелер әлі күнге дейін памяттары жақсы ғой. Біздердің памятіміз жоқ болып бара жатыр. Өйткені информация көп қазір бізде. Телефонның ішінде жаңағы басқа жаңалықтар, тағы анау мынау, телевизор, жұмыс, анау бізде информация басымыз толып қалған ба білмеймін. Мына 50-60 жастағыларымыз бізде содан төмен қарай память бізде аз. Адамның атын да ұмытып қала береміз. Көшенің атын ұмытып қаламыз. Өзің қай ауылда туылғанын ұмытып қалатындар бар ғой. Үлкен кісілерден сұрашы, мына 60-тан асқан, 50-ден асқан, 55-тен асқан. Ол кісілер даже бар ғой, өзінің құрдасы. Уже арада 30-40 жыл өтіп кетті ғой. Бәленшенің тойы қалай болды десең, погодасына дейін айтып берді ғой, сол күні қандай погода болған. Ой, жаңбыр жауып тұрды ғой, құрғыр, ойбай. Палаткаде болды той. Құдалардың алдында жаңбыр тамшылап, салатқа су тамып, ой, бәріміз жүгіріп, неміз қалмайды. Көрдіңіз бе? Бүкіл адамның атын айтып беретін үлкен кісілер әлі күнге дейін памяттары жақсы. Қазір біздер мысалы үшін бір 45-50-ге келіп қалған кісілер болса, папа қайдан келдің? Тойдан келдім дейді. Кімнің тойы десең? Кім еді ана? Құрғыр кім еді? Ана кімнің құдасы ана? Ой, әке, құрғыр кім еді? Ей, ана кім бар ғой ана? Тілім ұшында тұрған қараш құрғырды. Бізде қазір мида емес, мидың бәрі тілдің ұшында. Қай көше айтшы енді болмаған десең? Ой, ана бір көше бар ғой, ана құрғыр ана бір. Памятник тұратын қай көше еді құрғырды? Соған қарсы тұрған. Қойшы әйтеуір бір тойға барып келдік әйтеуір. Баласының аты кім десең, бітті, ол жерде вообще таппайды оны. Жоқ, расымен біз қазір памятіміз азайып бара жатырмыз. Біз қазір, шыны керек біз, даже мен қазір сіздерден сұрайын да